Бағасын 355 миллион сом айтаман, келісіп қайтып беремен деп атырыпты. Нөкіс қаласынан әжайып 3 қаналы жай шығып қалды. Көріп тұрғаныңыздай. Жайымызға осы жерден кіріп келеміз. Егер сіздің атта көлігіңіз болса, осы жерде тұрады. Осы жерді көтеріп поллап қойған екен. Көріп тұрғаныңыздай шаңырақ ағзаларыңызбенен осы жерде бірге ауқатлансаңыз болады екен. Астына әртүрлі затларды қою үшін қоймақана істетіп қойған екен. Келін тикарғы бөлмелерден басылаймыз. Бұл төрепте осындай спальный бөлмесі бар. Балалар бөлмесі қылсаңыз болады екен. Бұл төрепке өтетіғын болсақ, мейманхана бөлмесі жайласқан. 355 миллион сом бұл айтылу бағасы қайтып келісіп беремен деп атырыпты. Көріп тұрғаныңыздай. Видеода көрген затларыңыздың көпшілігі қалады дейді. Бұл төрепке өтетіғын болсақ, жатақхана бөлмесі, яғни ата-аналар жатақханасы болады екен. Осындай потолокқа да әжайып қылып нағыстылар түсірілген екен. Мәнзілімізге келетіғын болсақ, Қожан ауылда болады, яғни 11-ші көшеден осы көріп тұрған әжайып жайыңызды келісімі бағада алып үлгерің. Асхана бөлмесі осы төрепте болады. Көріп тұрғаныңыздай, осы көріп тұрған асхана мебелеріңіз қалады деп атырыпты. Қыстың уақытында котел жақсы ысытады дейді. Пластик айналар бар, көріп тұрғаныңыздай әжайып қылып істетілген екен. Бұл төрепке өтетіғын болсақ, тазалық буыны жайласқан, осындай душевой қылып істетіп қойған екен. Кафелер басылған, су ысытқыш бар. Көріп тұрғаныңыздай, осы көріп тұрған жайыңыз темірден бастырылған, жақсы қылып өрілген фундаменттерге тұра беретіғын болсаңыз, биік қылып құйылған екен. 8 сотик жер майданы, арыз бетке тарапына да осындай бетонлап, әжайып қылып, шлакоблоктан қоралар әмде заборлар істетілген екен. Төмендегі номерлерге байлансын, бұндай бағаға бұндай жайлар шыға бермейді. Осындай жақсы ұсыныстарды өткеріп болмау үшін біздердің Дәулет үй-жай каналына ағза болуды ұмытпаң. Видеоға лайк басамыз. Домнан жер-жайға көшуді ойлап атырған, жер-жай іздеп жүрген жақыларыңыз болса, осы видеоны қазір-ақ жіберуді ұмытпаң.